Сәлем, Маржан, Марал қалайсың? Сонда. Камера мушкина. Я мышку достаточно. Басыңыз ба? Сәлем, сізбі қалайсыз, жақсы ба? Жақсы, шүкір. Отырып жатырмын. Демонстрация. Жақсы болды ғой. Демонстрация экран Не жерде тұрып? қоя берейін. Рабочий стол еді. Я. Не знаю, что на выполнение рабочий стол. WhatsApp изучал, писал. Видео. Слайдыңыздан Рабочий столға. ашып ба? Ашқан жоқпын ғой. Вы не сможете свернуть на время. Мен кіріп тұрмын. Я. Кән. Қайсысы? Рабочий столда вебинар сабақ деген папка бар. Папка? Вебинар сабақ деген. Енді қайсысы? Аманова деген президент. Тез не істесеңізші, қайсысы? На флеерді шығарсаңшы. Мынау ма? Сол. Так, енді. Запись. Чего? Жүзге бірінші қосып тұр ма? Главный. Номер болсын. Қазір басқа слайд шығару үшін қайтадан. Сүйініп жетесіз да, бағана папкаға кіресіз, қайтадан. Сағат 11 болсын, сонда бастап кетейін, я? Әріптестер 11-де бастап кетейік, пожалуйста, қосылыңыздаршы. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар, жақсылар ма? Қазір 11-де бастап кетеміз. Аудио звондап тұрмын ғой. Жақсы, Бақтынарбай, қалайсыз, жақсы ба? Қазір қайтадан 5 минут өтеміз ғой, Құдай қаласа. Не айтамыз, менде жоқ қой олар. Менде бар ғой, бәрі менде бар ғой. Мен шығарамын. Зумға қатысаңыздар болды. Қазір бастап. 11-де, ровно 11-де. Обязательно. Өмірде басталды. Бастай берейін ба? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір бізде
тағы қосылатын әріптестер бар шығар. Катима Сапарбековнаға да жазған едім. Қосылмай жатыр, по-моему, әлі. Ол кісі ауырып жатыр деген, ашады ма жоқ па білмеймін қазірше. Сағат 11 болды, бастап жіберу керек. Тағы да қосылып жатыр. Бүгінгі республикалық вебинар сабағымыз курстан кейінгі қолдау несі бойынша. Тақырыбымыз буллинг және моббинг ерекшеліктері, түрлі себептері. Балалар ұжымында буллингтің және педагогикалық ұжымда моббингтің алдын алу тақырыбында вебинар сабағымызды өтеміз. Бұл жерде модератор мен Аманова Марал Сайфеддиновна, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Мәртөбе тұрғын үй алабы, номер 27 мәртөбе жалпы орта білім беретін мектебінің қосымша білім беру педагогы боламын. Және бізде спикерлер Қармолдаев Самат Завучевич, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген Батыр ауылы, номер 13 орта мектептің педагог ұйымдастырушысы, Хамид Айдана Әбдіжәлелқызы, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, IT мектеп лицейінің химия биология пәні мұғалімі және педагог ұйымдастырушысы. Юнусов Бахтинур Тайжановна, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, жалпы білім беретін номер 89 мектептің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары директордың. Осы кісілер арқылы біз бүгін республикалық вебинар сабағымызды өткелі отырмыз. Сабағымызға қош келдіңіздер. Өздеріңізге керекті жақсы пайдалы мәліметтер аласыз деп үміттенемін. Және осы буллингтің несі бойынша бірінші мен өзім бастап кетейін. Біздің несі тақырыбымызды айтып өттім. Жобамыздың өзектілігі Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы номері 345 заңы 10 бабы. Әрбір баланың өмір сүруге және жеке басының бостандығына, қадір қасиетіне және жеке өміріне қол сұғылмауға құқығы бар. Мемлекет баланың және жеке басына ешкімнің тиіспеуіне қамтамасыз етеді. Оны тәнін және жанын жәбірлеуден, адамдық жиырма қадір қасиетін қатыгездікпен, дөрекілікпен, қорлаудан, кемсітуден, жыныстық қатынас сипатындағы әрекеттерден, баланы қылмыстық іс әрекетке және қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудан және оны адам мен азаматтық Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандығына қысым жасаудың өзге де түрлерінен қорғауды жүзеге асыру. Жобамыздың мақсаты жасөспірім кезіндегі кездесетін буллингті және мектеп ұжымы арасындағы моббинг түрлері себептерін анықтау, қиыншылықтардың және оның алдын алу жұмысын жүргізу, буллинг және моббинг туралы ақпараттарды кеңейту. Бұл жобамыздың міндеттері құпиялылық, буллинг және моббинг проблемасымен жұмыс істейтін мамандар осы жағдайға қатысушылардың құрбанға, агрессорға, куәгерге құпиялығына кепілдік беру, балалар ұжымдары арасындағы осындай жағдайлардың ашылуына және балалардың үлкендерге деген сенім арттыруға ықпал ету, кезеңділік жағдайды зерделеу, ұжым ішіндегі дайындық жұмыстары, қатысушылардың келісімі көмек бағдарламасын әзірлеу, оны іске асыру және бағалау, буллинг жағдайларына жол берген ересектердің біреуін айыптаудан бас тарту. Негізі бірінші буллинг дегеніміз не, осы жайлы айтып өтсек, буллинг дегеніміз негізгі мағынасы қорлау, басқа адамның жанын ауырту мақсатында, оның агрессияны қолдану, қорлау жәбірленушіге ауыртпалық пен қайғы әкеледі. Оның агрессив мінез-құлықтың басқа түрлерінен ерекшелігі бірнеше рет қойылатыны және жеке адамға немесе топқа бағытталады. Моббинг бұл құрбан, қолдау, онда ұжымның немесе бірнеше әріптестердің барлық мүшелері қатысады. Моббинг бірнеше әріптестерден немесе бүкіл психологиялық қысымдарының бір адамға бағытталуы. Буллингтің түрлері қарым-қатынаста жағымсыз, ерекше мінез-құлық, азаптаушы мінез-құлық
қауесеттің таралуы, әлеуметтік оқшаулану деген сияқты физикалық және біреудің мүлкіне зиян келтіру, итеру, аяқпен тигу, қолмен ұрып соғу немесе кез келген күш қолдану, жыныстық қатынас арқылы қалауынан тыс физикалық байланыс немесе жыныстық қорлайтын пікірлер, вербалды түрде ат қою, сарказм, артынан өсек айту, мазақтау деген сияқты. Кибербуллинг түрі бұл интернеттің барлық саласында, соның ішінде электронды пошталар мен барлық басқа чаттар арқылы буллинг жасау, оларды мазақтау, жан-жаққа тарқату туралы мәліметтерді. Экономикалық, материалдық буллинг, экономикалық, материалдық. Голосовой, да, нелеріңізді өшіріп тастама, аудио дауыстар. Және мобингтің белгілері жайлы айтып өтсек, сіз үнемі сынға ұшырайсыз және негізсіз. Күн сайын лас мобинг дегеніміз өзі негізі ұжымдағы не деп айтып өттік қой бағана, педагогқа басқа педагогтердің немесе басшылық жағынан ба, әлде басқа әріптестерінің тарапынан осындай қорлау көрсетуі. Сіз бұның белгілері, мобингтің түрлері, сіз үнемі сынға ұшырайсыз және негізсіз. Күн сайын лас өсек тарайды. Сізді ашық мазақ етуден ұялмайды. Топта сіз пайда болған кезде үнсіздікпен білдірілетін толық елемеу көрінеді. Олар сізді қарсы алмайды, бірге ас ішуге, бір кесе кофе ішуге шақырмайды, сізді қонаққа шақырмайды, корпоративтік кеш және тағы басқаларға да шақырмайды. Жұмыс ақпаратында жұмысты тоқтату, жиналыс туралы үндемеу, құжатыңызды жоғалту сияқты нелер көрсетеді. Марал ханым, адам несін басып тастаңызшы, жауып тастаңызшы, ана қапа дегені. Кім сөйлеп жатқан? Записьте кетіп жатыр ғой. Қазір. Мынаны шама. Өшірді енді, өшірді, дауысын өшірді. Мобингтің негізгі түрлері көлденең, яғни командадан қысым мобинг қызметкерлері. Тігінен немесе бостандықпен психологиялық қудалаудың бастамашысы, сіздің сөздің көшбасшысы. Ашық және жасырын мобинг. Соңғы жағдайда іс әрекет кезінде дөңгелекті киген кезде жасырын түрінде орын алып, командада қалаусыз адам екеніңізді білдіріп, отставкаға кету керек ондай кезде. Кибермобинг, электрондық поштасы, әлеуметтік желілер арқылы сізге асырылатын, сондай-ақ танымал бейне порталдарда беймәлім бейне орналастыру арқылы деп аталатын интернет мобингтері кездеседі. Баланы мобингке ұшыраған кезінде, баланы жәбірлеу кезінде, мобингке ұшыраған кезінде ең бірінші біздің қолданатын әдістерімізді біз не қолдану керектігін біз талқыладық. Баланы жәбірлеу туралы ақпарат білім беру ұйымына келіп түскен жағдайда, білім беру ұйымы басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары бірінші кезекте баланы жәбірлеуге қатысушылар туралы ақпарат келіп түскен күннен бастапқы ақпаратты қалыптастырады. Оған мыналар кіреді. Баланы тегі, аты, әкесінің аты анықталады және баланың тегі, аты анықталып, тұрғылықты жері, оқу орны бойынша барлық мәліметтер анықталады. Сынып жетекшісінің, куратордың, баланың жәбірлеуге қатысушылардың және баланың заңды өкілдерінің жазбаша түсіндірмесі алынады. Екінші кезекте ақпарат келіп түскеннен кейін бір жұмыс күні ішінде сынып жетекшіні, педагог, психологты тарта отырып, жәбірлеуге ұшыраған баламен, жәбірлеудің бастамашысымен, бастаушысымен және олардың заңды өкілдерімен әңгімелесу жүргізу керек болады. Баланы жәбірлеу буллингке байланысты жанжалды бейбіт 3 жолмен реттеу жөнінде шаралар қабылданады. Бұл 3 жолмен дегеніміз бала, бағана жәбірлеуші және ата-аналар болып есептеледі. Медициналық көрсеткіштер болған жағдайда медициналық көмек көрсету стандарттарында сәйкес жәбірлеуден зардап шеккен балаларға медициналық көмек көрсетуге жәрдемдеседі.
яғни бесінші несі әңгімелесу өткізілгеннен кейін бір жұмыс күні ішінде жүргізілген жұмыстың нәтижелері туралы ақпаратты білім беру ұйымдарының басшысына береді. Біз осы буллингтің не бойынша мектебімізде өткізілген түрлі іс-шаралар жыл бойы өткізіліп келеді. Буллингсіз болашақ өз қолымызда, дос болайық акциялары. Бұл біздің мектепте оқушылардың өзара достық құруда ұсынымдары. Біздің мектепте осы буллингке қарсы дос болайық несі ұйымы құрылған, және ол жерде ерікті оқушылар, үлкен сынып оқушыларынан құрылған. Мектептегі ең активный деген оқушыларымыз бағана белсенді мен осы жерде болайыншы деп кеп қатысады, және олар мектепте басқа өзінен кіші сыныптарға қамқорлық көрсетеді. Ол жерде біздің артықшылығы мобинг көрген оқушылар мұғалімдерге әлде басқаларға айта алмаған жағдайда өзара шешкілері келетін жағдайлар болады ғой, сондай кезде осы ұйымға келіп хабар береді. Және осы ұйым арқылы бейбіт жолмен шешуге әрекет жасалады. Мына жерде 11-ші және үлкен сынып оқушылар кішкентай сыныптарға өздерінің қамқорлығын көрсету мақсатында бізде нелерге жоғары сынып оқушылар мақсатында түрлі ойындар ойнатып, және кітапханаларға алып келіп, сондай қамқорлық көрсетіп, буллингке қарсы екенімізді көрсетіп отырады. Мектебімізде одан да басқа осы буллингке байланысты қаншама іс-шаралар өткізілуде. Бұлардың барлығы оқушылардың бағана буллингтен қорғану үшін, өздерін қорғай алулары үшін керекті болған жағдайлар болып есептеледі. Қазіргі күні мектепте зорлық-зомбылықтың тақырыбында тәрбие сағаттары жиі өткізіледі. Балаларға оның ең басты құндылығы бостандығы екендігін түсіндіріледі. Осылайша қазір мен нені кезекті Бақтынұр апайға берейін. Жағына басқасы екен. Бақтынұр апай, өзіңізді бір ауыз таныстырып өтіп кетсеңіз. Бақтинур. Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан. Жалпы білім беретін нөмір 89-ші мектептің мұғалімімін, қазақ тілі пән әдебиеті. Бақтинур апай, сіздің өзіңіз тақырыбыңыз болса азырақ бойынша айтып кетесіз ба? Жобаңызды қорғап кетесіз ба? Бақтияр апай, сізге не көрініп тұр ма? Демонстрация экран көрініп тұр ма? Я Марал, енді көрінді маған өзінің несі. Менің тақырыбым буллинг және мобинг ерекшеліктері, түрлері, себептері, балалар ұжымында буллингтің және педагогикалық ұжымда мобингтің алдын алуы. Бақтияр апай, айта беріңіз. Буллинг сөз ағылшын тілінде аударғанда қорқыту, кемсіту, мұқаттау дегенді білдіреді. Яғни буллинг бұл агрессия немесе күш көрсету арқылы адамның өзгенің қорлауы, үстем екенін көрсету. Буллинг жасау үшін оны күшпен де сөзбен де кемсіту арқылы да жасайды әр оқушы. Қоғамда буллинг мектеп оқушылар арасында ғана болады деген түсінік қалыптасқан. Шын мәнінде келетін болсақ, кез келген жастағы адам үйде, көшеде, жұмыста, оқу орнында, қысқасы барлық жерде буллингпен ұшырауы мүмкін. Буллинг деп көп жағдайда бір адамның бір қадамды қорқытып,
үркіткені қолдау атайды. Ал құрбанда топ болып әлімжеттік жасауды мобинг дейді. Буллинг негізгі 4 түрі бар. Ол сөзбен қорқыту, күшпен қорқыту, реляциянау түрі және кибернетикалық буллинг деп бөлінеді. Яғни буллингтің күш көрсету арқылы жүретін түрі бұл адамның тәніне зиян тигізеді. Оның дүние мүлкіне зардап әкелетін, яғни буллинг бұл мектепте